Қаржы полициясының назары енді Оңтүстік Қазақстан облысындағы мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне де түсетін болар. Бұл жерде балабақша басшысы аудандық білім бөлімінің есепшісін қаржылық алаяқтық жасады деп айыптап отыр. Бірақ есепші ақшаның заң жүзінде бөлінгенін және бұл шағымның негізсіз екенін алға тартып отыр дегенмен қарсы тарап бас прокуратураға арыз түсірді. Әріптесіміз Индира Жылқайдарова толығырақ баяндайды. Балнұрым балабақшасының құрылтайшысы Абдрахым Шаншаров балапан бағдарламасы бойынша берілуі тиіс бірнеше миллион теңгені ала алмаған. Бизнесменнің пікірінше бюджет қаражаты мектепке дейінгі мекемелерге әртүрлі таратылған. Бір айда 12.3 теңге алдым. Одан кейін август айында өкіметтен 18.376 теңгеден берілу керек екен әр балаға. Онда да бізге берілмеді, ешкімге айтпады, бізге бірақ сентябрьда айтылды. 18.376 теңге қаржыландырып отырмыз деп. Августтың ақшасы жоқ. Финконтроль тексергенде облыстың келіп айтады, сіздерге 1.276 теңге қарыз екен дейді. Сарыағаш аудандық білім беру бөлімінің бас есепшісі кәсіпкер жайдан-жай жала жауып отыр деп есептейді. Бизнесмен мемлекеттік бағдарламаға қатысуға құжаттарын кеш тапсырыпты. Ал балабақшаларға әртүрлі етіп ақша бөлгенін қаражаттың таусылып қалуымен түсіндіріп отыр. Сентябрьден бастап осы күнге дейін төлеп келе жатырмыз оған. Ол ешқандай қарызымыз жоқ оған. Талап етіп жатқаны, мен садик салған кездегі Ритс максимумнан 14 миллион кредит алғам дейді. Сол 14 миллионды төлеміз десеңдер, мен сендерге тыныштық бермеймін дейді. Мен сені жұмыстан кетіремін дейді. Я говорю, попробуй кетіріңіз, мен не істеп жатырмын? Я вам дала, говорю, по мере возможности дала. Бюджет қаржысы неге барлық балабақшаға жетпегені туралы аудандық әкімдіктегілер де зерттеп көрді. Арнайы комиссияда құрды. Аудандық білім беру бөлімін тексеріп, 53 миллион теңгенің жетіспейтінін анықтаған. Мысалы, бір балабақшаларға әр балаға жаңағы 5 мың, 6 мыңнан төленген болса, кейбір балабақшаға 50-60 мыңға дейін төленген. Бір бала санына қарай. Балабақша иесі Шаншаров жергілікті шенеуніктердің тексерісіне илана қоймайтынын айтады. Сондықтан президент әкімшілігі бас прокуратура, білім және ғылым министрлігіне арыз түсіріпті. Сонда ғана бір былықтың беті ашылады деп сенеді кәсіпкер. Индира Жылқайдарова, Ирина Абрамова, Бахадүр Тәжібаев және Виталий Зайнтинов 7-ші арна Оңтүстік Қазақстан облысынан.